Баршаңызға сәлем, тағы бір әсем оқиғамен алдарыңызға келіп отырмыз. Сіздер видеоға лайк басып арнаға тіркеліп жатқанда, мен де әңгімемді бастайын. Тыңдауларыңызға рахмет. Сәлем, менің атым Бағила. Бүгін сіздерге айтатын дүнием жай ғана бір мойындау емес. Бұл өмірімнің бір сәтінен алынған үзіп, ешкімге айта алмаған. Бірақ біреудің менің өмірімде болу керек деп сезінген тағдырлы кезеңнің бастауы. Бірақ ең алдымен мен, бәлкім, ешқашан толық түсініп көрмеген бір шындықты қабылдауға мәжбүр болдым. Кейде адамның жүрегі ақылынан әлдеқайда алысқа кетіп қалады. Барлығы бір кешкі мезгілде басталды. Сол күні өмірімде бір нәрсенің өзгеріп жатқанын анық сездім. Бір түрлі еді, көзімдегі бейне баяу сөніп бара жатқан күн сәулесімен астасып жатқанда, мен де сол сәтті күтумен болдым. Ішімде біртіндеп тереңдей түскен бос кеңістік бар еді. Бір нәрсенің жетіспейтінін сездім, бірақ ол не сол кезде ол қарсыма шықты. Оның аты Сержан, көпшілікке таныс адам. Бірақ ол маған сондай жақын, сондай сенімді сезім сыйлады. Алғаш көрген сәтте не болғанын, не сезгенімді түсіне алмадым. Бірақ дәл сол сәттен бастап бір нәрсе өзгерді. Ішімдегі әлі бос орынды бір нәрсе толтыра бастағандай болды. Онымен алғаш бетпе-бет кездескенімде ол үнсіз еді, бәрі сабырмен, асықпай өрбіп жатты. Бірақ оның көзіндегі тереңдік біз бір-бірімізді бұрыннан білетіндей әсер қалдырды. Сол сәтте адам кейде сөзсіз-ақ көп нәрсені жеткізе алатынын түсіндім. Уақыт өте келе әрбір қадам бізді жақындата түсті. Алдымен сөйлесе бастадық. Кейін күлімсіреуіміз жиілей түсті. Бір қарас, бір жанасу, бәрі біртіндеп мағынаға ие бола бастады. Ішімдегі бос кеңістік баяу толып келе жатты. Ал сезімдерім күн өткен сайын тереңдей берді. Бір кеште екеуміз ғана қалдық. Сол сәт әлі есімде, сондай таза, сондай пәк сәтті бұрын-соңды бастан кешпеген едім. Бәрі қалыпты сияқты көрінгенімен бір мезетте біз бір-бірімізге жақындай түстік. Бір қарас, бір сәт, бір күлкі, бір жанасу, бәрі ерекше мәнге ие болды. Сол кезде бәрінің мүлде басқа деңгейге өткенін сездім. Ішімдегі сезімдер әр минут сайын күшейіп, бір-бірімізге деген тартылысымыз арта түсті. Нақты не сезіп тұрғанымды толық түсінбесем де, жүрегім өз орнында анық соғып тұрды. Тағы бір қадам жасау керек еді, бірақ сол алғашқы қадам соншалық табиғи түрде жасалды. Ішімде бір нәрсе өзгеріп, жан дүниемнің тереңінде бір есік ашылғандай болды. Бір күні біз уақыттың өзендей ағып жатқан арнасында жоғалып кеткендей едік. Сержанның көзінде бір ерекше нәрсе бар еді. Ол сабырлы, бірақ нық көзқараспен маған қарайтын. Әрбір қарасы бір сезімді, бір шындықты ашып тұрғандай, қашан қатар тұрсақ та, бүкіл әлем біз үшін тоқтап қалғандай сезілетін. Барлық дыбыс өшіп, тек біз ғана қалғандай едік. Сол сәттер менің өмірде ең қатты аңсаған дүнием еді. Біреумен бүкіл әлемнен бөлек өз кеңістігіңді бөлісу. Көзім Сержанның көзінде жоғалған сәттерде біз біраз уақыт үнсіз қалатынбыз. Тек бір-біріміздің бар екенімізді сезінетінбіз. Сол үнсіздік сөзден де артық мағына беретін. Бір жанасу, бір қарас, бәрі өз мәнін тапқан сәттер. Оның көзіндегі тереңдік баяу ағып жатқан өзенді елестететін. Сезімдерім оған қарай бет алған сайын жүрегімде бір ерекше тыныштық орнай бастады. Бірақ сонымен бірге ішімде бір мазасыздық та болды. Өмір әрқашан баяу ағып жатпайды ғой. Кейде бәрі көзді ашып жұмғанша өте шығады. Сержан сол сабырлы жанарымен мені өзіне баурап алған сайын, әр өткен минут сайын жүрегімдегі сезімдердің күшейе түскенін сездім. Бір-бірімізді жақынырақ таныған сайын біз бұрын байқамаған талай дүниені аша бастадық. Бірге өткізген уақытымыз мүлде басқа әлемде өтіп жатқандай әсер қалдыратын. Бірақ мен ол кезде мұның мәнін толық түсінбедім. Тек өзімді өзеннің баяу ағысына еркін жібергендей болдым. Сержанмен бірге өткізген әрбір сәт менің өмірімдегі бір бетбұрыс еді. Бұған дейін мен қарым-қатынастарды тек үстірт деп ойлайтынмын. Ал онымен бірге өткізген уақыт маған мүлде басқа шындықты көрсетті. Адам кейде бір қараспен, кейде бір жанасумен өз жанының тереңдегі бір әлемді ашады. Бірақ бұл тек өзіңді түсінумен шектелмейді, өзгені де түсіне білу керек. Бұл кез келген адам бастан кешіре бермейтін ерекше сезім. Ал мен сол сезімді сезіндім. Ойларым бытырай бастады. Кейбір нәрселерді артта қалдыру керек екенін түсіндім. Кейде бір сезімнің өсуі оны жіберуді де талап етеді. Адамдар қаншалық жақын болса да, уақыт өте келе бір сәтте бір-бірінен ажырауға мәжбүр болады. Бұл өмірдің өзгермейтін шындығы. Мен де осы шындықты қабылдадым. Сержанға деген алғысым ішімдегі тыныштықты одан әрі тереңдете түсті.
Бірақ сонымен қатар бәрінің аяқталғанын да мойындауым керек еді. Дегенмен өткен сәттерді еске алу маған бір жылулық, бір сенімділік сыйлайтын. Сол сәттердегі сезімдер жай ғана өткінші емес, өмірімдегі маңызды бір кезең болды. Мүмкін, ол сезімдер әрдайым есімде қалып, жүрегімде із қалдыратын шығар. Бірақ уақыт өте келе бәрі біртіндеп өшуі тиіс еді. Мен бұл оқиғаның мен үшін аяқталғанын түсіндім. Бірақ әрбір аяқталу жаңа бастаманың белгісі екенін де білемін. Бұл жол маған өмірдің кейде қаншалық күрделі болатынын, ал кейде керісінше қаншалық қарапайым әрі әдемі екенін үйретті. Сержанмен бірге өткізген уақыт қысқа болса да маған көп нәрсе берді. Ал енді жаңа парақ ашатын уақыт келді. Осылайша мен өмірімдегі маңызды бір кезеңді артта қалдырдым. Кейде бір нәрседен бас тарту ең дұрыс шешім болады. Ішімдегі жаңа тыныштық маған ақырында өзімді тапқанымды сездірді. Иә, достар, тағы бір оқиғаның соңына да келіп жеттік. Видеоны лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өздеріңізге жақсы қараңыздар. Сау болыңыздар.